Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз судың еріткішті қасиеті тақырыбымен танысамыз. Қылқаламды бояумен суға салғанда не байқадың? Қылқаламды суға салғанда бояу суға таралды, су түсін өзгертті. Суға салынған бояуға не болды? Бояу суда еріді, ұсақ бөлшектерге бөлініп суға араласты. Бояу араласқан суды қалай атауға болады? Бояу араласқан суды ерітінді деп атайды. Барлық зат суда ери ме? Жоқ, барлық зат суда ерімейді. Мысалы, ериді тұз, қант. Ерімейді құм, тас, май. Суда еріп кеткен тұз қайтадан қалпына келуі мүмкін бе? Иә, мүмкін. Егер суды буландырсақ, тұз қайтадан қатты күйге келеді. Қорытынды. Кейбір заттар суда ериді, ал кейбірі ерімейді. Еріп кеткен затты кейде қайтадан бөліп алуға болады. Газ суда ериді ме? Иә, газ суда ерігіш болады, бірақ әр газдың суда ерігіштігі әртүрлі. Мысалы, көмір қышқыл газы, күл, суға оңай ериді, ал азот, суда әлдеқайда аз ериді. Екі тәжірибе. Газдалған суды алып шайқасаң, көпіршіктер пайда болады. Бұл көпіршіктер суда еріген газдың сыртқа шығуы. Байқағаның. Су шайқалған сайын көпіршіктер көбейеді. Газ суда толық еріген кезде суды тыныш қалдырсаң көпіршіктер азаяды. Ал газ толық ерімеген болса, көпіршіктер судан шыққанын көресің. 4. Ерігенін қалай білуге болады? Егер көпіршіктер пайда болса, газ судан бөлініп шыққан. Егер көпіршіктер аз немесе жоқ болса, судың ішінде газ әлі еріген. Қысқаша, газ суда еріген, бірақ шайқасаң немесе температура көтерілсе, газ көпіршіктер ретінде сыртқа шығады. Бір медицинада қолданылатын ерітінділер бұл дәрілерді немесе қосылыстарды суда немесе басқа сұйықтықта ерітетін дайындықтар. Мысалы, тұз ерітіндісі, нәкіл, йод ерітіндісі, қантты ерітінді, спирт ерітінділері. Неліктен ерітінділерді қолданады? Дәл дозаны беруге жеңіл. Сіңірілуі тез, денеге оңай түседі. Инъекция немесе ішке қабылдау үшін ыңғайлы. Қатты заттарды тура қолдану қиын немесе қауіпті болған кезде оларды ерітінді ретінде пайдаланады. Қатты заттармен алмастыруға бола ма? Кейде мүмкін, бірақ әрдайым емес. Мысалы, таблеткаларды тура сындырып қолдануға болады, бірақ кейбір дәрілер суда ерігенде ғана тиімді болады. Инъекция үшін қатты дәрі қолдануға болмайды. 4. Тағы қандай ерітінділер бар? Антибактериалды ерітінділер, мысалы, хлоргексидин. Минералды тұздар ерітіндісі, нәкіл, кікіл. Сироптар мен қант ерітінділері балаларға арналған дәрілерде. Спиртті ерітінділер, йод ерітіндісі, спирттік дезинфекция үшін. Қысқаша, ерітінділер дәріні дұрыс мөлшерде және тез қабылдау үшін қажет, қатты затпен әрдайым алмастыру мүмкін емес. Бір заттардың суда ерігіштігі бірдей ме? Жоқ, әр заттың суда ерігіштігі әртүрлі. Мысалы, тұз мен қант суда оңай ериді. Ал май немесе майлы заттар суда нашар ериді. Ерігіштікті қалай тездетуге болады? Суды жылыту температура артқанда молекулалар тез қозғалып, зат тез ериді. Араластыру, шайқалау, зат молекулаларының суға таралуын жылдамдатады. Затты сақтау, ұсақ бөлшектер суда тез ериді. Шай түйіршіктері қай суда жақсы ериді? Ыстық суда жақсы шығады. Жылы немесе салқын суда шай баяу ериді, дәмі әлсіз болады. 4. Судың температурасы шайға қалай әсер етеді? Жоғары температура шай тез ериді, дәмі күшті болады. Төмен температура шай баяу ериді, түсі мен дәмі әлсіз болады. Қорытынды. Жылу араластыру ұсақтау заттардың суда тез еруі. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.